Сәлеметсіздер ме, құрметті қазақстандықтар? Менің есімім Бекзадина Эльвира. Мен өзімнің АЭС құрылысына қарсылығымды тағы да көрсетемін. Мен Қазақстанға АЭС-тің мүлдем керек емес екендігін мәлімдеймін. Және де Қазақстанға Ресейдің Росатомының АЭС соғуына қарсымын. Мен Қазақстанның Ресеймен одақтас мемлекет болуына қарсымын. Мен Қазақстанның халқының толыққанды өмір сүруін қалаймын. Мен өзімнің толыққанды өмір сүруімді қалаймын. Жетер, біздің ата-бабаларымыз көзін ашқаннан ұры жүйемен, сатқын жүйемен Кеңес одағын асырап келді. Енді қайтадан сол Кеңес одағын құрып, соны асыраймыз ба? Мен жоқ деймін. Мен еркін мемлекетте толыққанды өмір сүргім келеді. Дәл сол сияқты менің де балаларым толыққанды өмір сүру керек. Ал толыққанды өмір сүру дегеніміз ол тәуелсіз болу, еркін болу, және де өз талаптарыңызды қорықпай айту. Сондықтан челленджді жалғастырыңыздар. Алға Қазақстан!